Сәлем балалар, қалайсыңдар? Алдыңғы сабағымыздың жалғасы 89-ші жаттығу. Берілген екі пропорцияның әрқайсысы тура болатын А-ның және Б-ның мәндерін табыңдар дейді. Балалар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. Біріншісінің шешілу жолы, екіншісі Б-ны тауып аламызды. Б-ны орнына қоямыз. Біріншісінде. Тоқсан үшінші жаттығуда x-ті табыңдар дейді. Бұл жерде пропорциямен орындалады. Бірінші және екінші тапсырмалардың шығарылу жолымен. Біріншісінде x тең 2, екіншісінде x тең 0,5. Үшінші және төртіншісінде x-іміз 1 болады екен, төртіншісінде x тең 1,5. Бесіншісінің жауабы x тең 3, алтыншысының жауабы x тең 4 шығады. Тоқсан бірінші тапсырманың берілгені мирас 195 санын 20%-ге кемітті де, оның 75%-ын есептеп тапты. Мирас қандай санды есептеп тапты? Пропорция құрып аламыз. 195-те 100, x-те 20 деп. X-іміз 39 шығады. 195-тен 39 азайсақ 156. 156 100, x-тен 75 деп, жауабы 117 шығады. 92-ші тапсырманың берілгені массасы 0,9 кг жіптен ені 1,5 метр, ұзындығы 3 метр мата тоқылады. Массасы 6,3 кг жіптен тоқылған ені 1,2 метр, матаның ұзындығы неше метр болады? Жауабы 26,125. 93-ші тапсырма берілгені. Жұмысшылар 3 күнде ені 10 метр, көпірден 360 метрді жасап бітірді. Олар 8 күнде ені 12 метр көпірдің қандай ұзындығын жасап бітіреді? Жауап 800 метр. 94-ші тапсырманың берілгені. Ауданы 5 метрдің квадрат ас пісіретін бөлменің еденіне төсеу үшін ені 5-тен 2 метр, тақтайдан ұзындығы 15 метр тақтай жұмсалды. Ауданы 8 метр квадрат бөлменің еденіне төсеу үшін ені 0,125 метр, неше метр қандай қажет болады? Жауабы 38,4 метр. 95-ші тапсырманың берілгені. Цехтағы 8 жұмыс 6 күнде тапсырманың 4-тен 9-ын орындады. Қалған тапсырманың 5 күнде орындау үшін цехта тағы неше жұмысшы қабылдау керек? 12. Жауабы 12. 96-ші тапсырманың берілгені. Бірінші салт атты адамның жылдамдығының екінші салт атты адамның жылдамдығына қатынасы 5-тен 2-ның қатынасы 20-дан 7 қатынасындай. Бірінші салт атты адамның жылдамдығы екінші салт атты адамның жылдамдығынан 1,15 км/сағат артық. Бірінші салт атты адамның жылдамдығын табыңдар. Жауабы 10,15.